Тоқтарбайдың дәулеті, ішкені мас, жегені тоқ, бай кедейдің көңілі жай. Қыз қыстауы қараспан, қараспан көкке таласқан, ат үйірінен адасқан, қалың қыпшақ тізіліп, қонса қоныс жарасқан, әліп таңба қыпшақтың атағы озған алаштан. Мен осы байқау жайлы ұстазымнан естіген соң, байқауға қатысып, жырды жаттап, бәйгеден озып шығуды мақсат тұттым. Жырды жаттау барысында қиындықтар туды. Байырғы салт дәстүрлер, көнерген сөздер қиындық туғызды. Қиындықтардың бәрін еңсердім. Жырды жаттағаныма еш өкінбеймін. Ата-бабамыздың рухани азыққа толы жырды жаттап, бойыма отан сүйгіштік, қайсарлық, бауырмалдық қасиеттерін сіңіргеніме қуаныштымын. Өзімнің құрбы құрдастарыма уақыттарын бос өткізбей, рухани мұралар мен жәдігерлерге ден қойып, сөз қадірін ұғынуды ұсынар едім. Айранды үйіп отқан елдердің ірікті іріп, берекесі қашып жатқан бұл заманда ұлт болып үйісу, бірлікті сақтау, жастарды отан сүйгіштікке, елге, жерге деген патриоттық сезімін ояту арқылы тұлпар мініп туалған ұлттық республикалық жоба үлкен бір мүмкіндік беріп жатыр. Номері 23 мектеп лицейінің оқушылары тұлпар мініп туалған республикалық ұлттық жобаға сақадай сайымыз, көк бөрідей жүректі қайраттымыз, жігерлі де білімді айбаттымыз.